Қайырлы күн достар, сіздерді өз каналымда көргеніме өте қуаныштымын. Бүгін сіздермен бірге сүзбелі печеньелер жасайтын боламыз. Өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Менімен бірге жасаңыздар. Бізге керек заттар: ұн, сүзбе, шекер, сары май, тосап және де жүгері крахмалы. Ең алдымен осындай ыдысымызға тосапты салып аламыз. Менде бұл жерде қара өріктің тосабы, сіздер кез келген тосап қоссаңыздар бола береді. Және де оның үстіне жүгері крахмалын қосып, блендермен сәл езіп алдым. Енді осы массамызды отқа қоямыз. Орташа отқа қойып, астына араластыра отырып, осылай қою болғанша отта ұстайтын боламыз. Егер қатты қоюланып бара жатса, кішкене су құйып жіберсеңіздер де болады. Үнемі араластырып тұру қажет, себебі асты жабысып күйіп қалуы да мүмкін. Міне осындай консистенцияға келгенде оттан алсақ болады. Міне біздің начинкамыз дайын болды. Бірден басқа ыдысқа аударып аламыз. Бұл суып тұрғанша біз қамырымызды жасауға кірісеміз. Ең алдымен ыдысымызға сүзбені саламыз, шекерімізді, және де бөлме температурасында еріп тұрған майымызды салып, блендермен бір келкі болғанша араластырып аламыз. Егер сізде блендер болмаса, шанышқының көмегімен де оп-оңай езіп аласыз. Міне бізде сүзбеміз осылай бір келкі болып маймен, шекермен осылай араласуы керек. Енді бағана дайындап қойған ұнымызға бір шай қасық қопсытқышты қосып араластырып аламыз. Жақсылап бір келкі араластырған соң барып, бағанағы сүзбелі массамызға ұнымызды саламыз. Бәрін бірден сала салыңыздар, және де алдымен осылай лопаткамен сәл-сәл араластырып аламыз. Сонан соң қолмен осылай қамыр біріккенше илейтін боламыз. Міне қамырымыз осындай жұмсақ болып шығады. Артық ұн қосып жүрмеңіздер, осы рецептте көрсетілген ұннан артық салмай қойыңыздар. Қамырды тындырмаймыз, бірден осылай жая береміз. Кәдімгі печеньелердің қамырындай етіп, тым қалың емес, тым жұқа емес, бір 5 мм-де етіп жайсаңыздар болады. 4-3 етіп жаюға тырысыңыздар, себебі біз қазір бұны рулет қылып орағанды, барлық жері бір келкі болғаны дұрыс, 4-3 болса. Осылай қолдың көмегімен жаңағыдай түзулеп, шет жақтарын солай 4-3 қылып жаюға тырысыңыздар. Арасында осылай ұнды сеуіп отырып жайыңыздар, себебі қамыр өте жұмсақ болғандықтан жабысып қалуы мүмкін. Міне қамырымыз осылай 4-5 болып жайылды. Енді үстіне бағана дайындап қойған начинкасын, яғни салмасын саламыз. Шетінен бастап бір келкі жұқа етіп жаюға тырысыңыздар. Осылай лопатканың көмегімен жақсаңыздар, начинкасы барлық жеріне бір келкі етіп жағылады. Және де қамырды да жыртып жібермейді. Егер қасықпен, басқа нелермен, қатты нелермен жақсаңыздар, қамырыңыз жыртылып кетуі мүмкін. Осылай силиконовый лопаткамен жаюға кеңес беремін. Көріп тұрғандарыңыздай, оң жақ шетін ол жерін қалдырып қоямыз, себебі рулет болып қазір ораған кезде тосап сыртына шығып кетуі мүмкін. Сол себепті бір жанынан кішкене бір 5 см-дей жерді қалдырып қойыңыздар. Енді рулет етіп орауға кірісеміз. Осы кезде уже пешімізді қосып, 180 градусқа қосып қыздырып қоя беріңіздер. Алдын ала осылай формамызға пергамент қағазын төсейміз. Және де тәрелкеге осылай ұнды салып алыңыздар да, печеньелерімізді кескен кезде астыңғы жағын осылай ұнға аунатып аламыз. Сол кезде начинкасы, яғни салмасы сыртына шығып кетпейді.
Негізі шықпайды бұл начинкасын біз крахмал қосқандықтан. Сонда да әдемілік үшін осылай істегендеріңіз дұрыс болады. Міне осындай пышақтың көмегімен оңай кесіледі. Қамырымыз жұмсақ болғандықтан осылай әдемілеп домалақ формаға келтіріп, ұнымызға астың жағын сәл-сәл аунатып аламыз да пергамент қағазына қоя береміз. Печеньелеріміздің араларын алшақ-алшақ етіп қойыңыздар, себебі бұл қазір көтеріледі, сол кезде бір-біріне жабыс қалуы мүмкін. Алдын ала қысып тұрған пешке 180 градуста 20 минут, 25 минутта пісіп шығады. Ал міне біздің сүзбелі печеньелеріміз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай құрамында қопсытқыш болғандықтан бұл печеньелеріміз екі есе көтеріледі осылай болып. Өте жұмсақ болып, әдемі болып піседі. Суыған соң осылай ыдысымызға салып аламыз. Және де бетіне өз қалауларыңыз бойынша қант ұнтағын сепсеңіздер болады. Достар, видеоны осы жерге дейін көрген болсаңыздар, менің каналыма тіркеліп, осы видеоға лайк басып, астына комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Негізінен көп адамдар сүзбен ұната бермейді. Әсіресе кішкентай балаларымызға бұл печеньеге сіз сүзбе қосылған айтпасаңыз, дәмінен ешқандай сезілмейді. Печеньелер өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Менімен бірге соңына дейін болып, қарағандарыңыз үшін көп-көп рахмет. Келесіде кездескенше сау болыңыздар.